жерге барасыз, Астанадан қоқыс кәдімгі бір ана жер мусорка сияқты ғой. Балық аулауға барасыз да. Сұрадым, берді. Мектептен бастамаса болмайды бұл. Жастардан бастау керек ең бірінші. Алла разы болсын. Біз біргеміз, балықшылар. Самый лучший канал это Астана балықшы. Честно, больше никого не смотрю. Нету времени. Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Бүгін 3-ші қыркүйек және де бізде правильный рыбак деген акция жылда өтетін. Биыл мінекей балықшылар жүр. Қазір көрсететін болады. Мұнда руководитель группы рыбаки Астаны КЗ дейді. Ассалаумағалейкум. Домбру взял? Нет. Ай. Братишка тоже блогер Астана балықшы. Тоже подписывайтесь. Всех блогеров, ссылка будет в описании. Вот моя. Осы наклейка ала алмай жүргем. Осы бұйырса осы машинаның арты түгел наклейкаға толған деп тұр ғой, примерно. Наклейка. Рома за рыбалканың машинасы. Кеттік ал. Ашық алайық. Или перчатка, кашек. Мына есілдің жағасын жинап жатырмыз. Мусор кездесіп атқан жоқ пока. Короче, мін бәрі жинап келе жатырмыз жағаларды. Мына жер таза екен, әйтеуір шүкір. Қатты лас емес. Мына мост енді салынды ғой. Мына жерде бір мост салайын деп жатыр. Таза екен әйтеуір. Мусорлар бар ма ішінде? Жинап жүрміз. Мынандай сурет бар екен. Тазалық сақтаған үшін рахмет дейді. Сіз тәрбиелі және лайықты адамсыз дейді. Осыны ұмытпау керек қой, осыны ұмытпау керек қой. Міне қоқыстар суда жатыр. Міне жатыр. Міне жатыр. Не мынау деген енді? Пакет суда жатыр уже. Суға таяқпен пакеттерін жинап жатыр. Екі бар аянда. Бұл пакетті алып жатыр. Таяқпен. Киндер сюрприз бар екен. Киндер сюрприз. Жаңбыр жауып кетті. Қалауды жинап болдық, міне барлықтарымыз. Қанша мусор шықты. Жақсы мына есілдің жағалауы. Көп мусор қоқыс тастамаған екен. Жақсы, осылай болса бүкіл жағалау негізі қуанатын еді. Міне мост. Мосттың суы сарылдап мына жерге ағылады. Мына жерге жиналады екен. Міне су. Мосттан аққан. Неге ағады екен?
Жинақ басталып отыр. Бауырсақ кетіп жатыр, бауырсақ. Это наш самый главный повар. А где молодежь? Где молодежь? Молодежь, шиша! Молодежь! Все стало. Қарма лақтырып қойылды, алып көрейік бірдеңе шыға ма екен. Балықты аулап бір көріп жатырмық қой мына жерде, короче. Тусовка болып жатыр. Бәрі қарап тұр, қазір қызық болайын деп тұр. О, жоқ, бар екен ол. Шабақ. Шабақ бар. Шөбімен бірге. Бізде каналда қонақта Ишим рыбалка. Ачу, Мирамбрат, Ачу. Мен бірге Клевый союз, Юрий, рыбаки Астаны деген Асыл Мурат. Бәріне ассалаумағалейкум. Мен бірге 3J Kaiser, Просто Гриша. Гриша, Трифишинг. Всем алейкум ассалам, братья. Так, мен қазір екі жауап айтамын, соны біреуін таңдау керек. Қыста балық аулау или жазда балық аулау? Ну, знаете, летняя рыбалка, она такая простая, а зимняя, это, как говорится, по воде замерзшей ходишь, поэтому зимняя и романтика там. Ну, понятно. Зимняя. Зимой летняя, летом зимняя. Все понятно. Рыбалка летняя или зимняя? Қысқа ма? Қыста балық аулау. Спиннингке аулау или удочкаға? Ну, наверное, больше удочка, мы не спиннингисты. Так. Спиннинг. Спиннинг. Спиннинг или удочка? Донка ғой? Донка ма? Донка, чисто. Так, Спиннинг. спиннингка. Жерлицаға или мормышка? Жерлиц, конечно. Мормышка. Жерлица. Жерлица или мормышка? Жерлица. Жерлица. Жерлиц. Жерлица. Карась қармаққа аулау немесе сазан фидерға? Карась на удочку, наверное, поприятнее. Карась на удочку. Карась. Карась на удочку или сазан на фидер? Фидерге сазан. Карась. Есіл или нұра? Ну, мы и там бываем, но, наверное, все-таки нура, там рыбы побольше. Ишим. По больному бьет. Ну, Нура, мама, Ишим, папа, не знаю. Все понятно. Ишим или нура? Ура, железный. Ишим. Бізде Вячеславская дейтін водохранилище бар, сосын Селетинское водохранилище. Наверное, Вячеславка там почаще. Вячеславская. Селика. Вячеславское водохранилище или Селетинское водохранилище? Иә. Вячка дер. Вячка. Екеуінде де болдым, енді Селита деп айтам, өйткені Вячеславкадан дым ұстамадым, Селитадан ұстадым. Так, қуырылған карась немесе судак қайсы тәтті? Наверное, судак очень вкусная рыба. Судак, нет. Так. Судак. Так. Уфа. Игл. Балық Все, сорпасы. Судак тәтті. Судак тәтті ма? 3G Kaiser или Астана балықшы? Астана балыкша. Честно, больше никого не смотрю. Нету времени, у меня дети, и жена, там, старики. Все понятно. Вас выбирают. Все, көрдіңіздер. Рахмет большой. Самый лучший канал это Астана балықшы. Санайту керек. Всем здоровья, аминь. Все, рахмет. Рахмет. Жиналатсаң, жол қылсайшы болды. Хайвай кипіш кетеді. Бәріміз. Карантин вроде закончился. Все, мне керек онда сонда. Міне бәріміз не за хорошее дело работаем все. Пришли. Неменеге алады? Жақсы істеу үшін міне Мы здесь находимся, здесь около 20 человек. Подъездной, где шлюз.
якобы здесь чистить вот это. Якобы, Поэтому сюда керемет акция болып отыр. Мынау правильный рыбак деген жағаны тазалау. Енді осыны ары қарай жалғастыру керек, жастарды тәрбиелеу керек, мектептен бастау керек. Бұл мектептен бастамаса болмайды бұл. Жастардан бастау керек ең бірінші. Кетті, қазақша күндер кетті. Сүйіп алатын болдық. Бежит в отряд. Первый раз танцую с легендой. Тамақтар салып Короче, мынандай удақ болатын мыяқта. Да, молодец. Будущий рыбак! Хит-хит! Ура! 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 Разыгрываем дальше. Интересные призы. Ну так. Что, все готовы? У всех интрига, наверное, да? Все хотят выиграть. Итак, едем дальше. Выбираем еще один номерок. Адильхан! Адильхан выигрывает приз! Мы его поздравляем! Адильхан красавчик! показывай что-то. Ну, Адильхан сейчас расскажет. Опа! Держайте для спиннеров! Есть! Это чудо, не так ли? День рождения выиграть лодку от души родной! Поздравляем! Алладан сұрадым, берді. Иншалла сендерге де рахмет. Я не деп айтам, группадағы жігіттер де бар ғой. Не грустим, улыбаемся. Бүгінгі осы қоқыс жинау правильный рыбак акциясына қатысқан балықтарыңызға Алла разы болсын. Біз біргеміз балықшылар. Ең бастысы ұмытпайық, кішкентай балаларды тәрбиелейік. Балыққа барған кезде өзімізбен бірге қоқыстарымызды өзімізбен бірге алып кетейік. Көп рахмет, сізге рахмет. Сонымен осы акцияға қатысқан барлық балықшыларды, жігіттер, қыздар ұйымдастырған тамақ жағын, басқа жағын, сыйлық, магазиндер, спонсор болған барлықтарына Алла разы болсын, мыңда бір рахмет. Мынандай сыйлық ұтып алдым, айтпақшы. Мінекей, бұл қайыққа бекітіп қоятын, мына жерге қармақ салатын. Өте керемет нәрсе, жақсы нәрсе. Көп-көп рахмет. Балықтарыңызға, каналға жазылыңыздар, міндетті түрде табиғатты аялаңыздар, мусор тастамаңыздар. Ассалаумағалейкум. Спорт сайын осындай мероприятие ұйымдастыру керек. Бұның бәрі келешек сол ұрпаққа керек бұның барлығы. Иншалла бастаймыз ғой мектептен бәрін.